жарысқан жүйріктер елі. Еркіндікті жанына серік еткен халық. 15 ғасыр тарих бетінде жаңа таң атты. Қазақтың тағдыры қайта жазылар сәт туды. Бұл қазақ хандығының туу дәуірі. Бұл бірліктің, ерліктің бастауы еді. Уа Жәнібек, елдің жүрегі талып бітті. Зорлықтан қажыған жұртымыз еркіндік іздейді. Я керек, халықтың үні бізге де жетті. Ендеше Шу мен Қозыбасы жеріне жаңа хандықтың туын көтерейік. Енді ел тағдыры өзіміздің қолымызда болсын. Қазақ елі еркін болсын. Осы күннен бастап адалдық пен азаттық үшін қазақтың туы желбіресін. Сол сәттен бастап дала елінің тағдыры өзгерді. Қазақ хандығының шаңырағы көтерілді. Іргесі берік, елдің рухы асқақтады. Бірақ еркіндік жолы оңай болған жоқ. Уақыт өтсе де елдің жанында еркіндік арманы. Абылай хан сол арманды қорғап, елді біріктірген дара тұлға еді. Уа халқым, бүгінгі бірлігіміз, ертеңгі елдігіміз. Бір жағадан қол, бір жеңнен бас шығарсақ, бізді жауда, дауда ала алмас. Хан ием, бірлігі бар жердің, тірлігі бар. Татулығы кеткен елдің, тасы өрге домаламас. Ханның айбаты, халықтың намысы егіз ұғым. Елдің рухын биік ұстап, биліктің отын өшірмей. Бәрекелді. Ендеше қазақ елінің туы мәңгі биіктесін. Біздің азаттық ертеңгі ұрпаққа жетуі керек. Абылай хан тұсында ел бірлігі нығайды. Халық рухы көкке көтерілді.